өзім қатты қаштым. Көп адам сөйтіп ойлап отырады. Ал жақсартып көрсек, Енді адамдарға осы идея салды. Шын мәнінде мынау әлемді күндер өзгертеді. бүгінгі кешіміз еркін форматта болады. Сіздерге қойылған нақты бір тақырып жоқ. Жалпы біздің айналысып жүрген бағытымызға қарай кәсіпкерлік, жалпы өзін табу, жалпы қазіргі кезде немен айналысқаны дұрыс. Көптеген студенттер оқып 4 жыл, 5 жыл білім алғаннан кейін оқу қабырғасынан шыққаннан кейін қайда барарымызды білмей жатамыз. Бүгін Қайрат ағаға қоятын сұрақтарыңызды, бізге қоятын сұрақтарыңызды еркін қоя беріңіздер. Біз сіздерге кез келген сұрақтарыңызға десем болады ғой, Қайрат? Кез келген сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Жақсы, сонда сөзді Қайрат ағаға берейік, соны еркін әңгімелесейік. Құрметті студенттер, енді сіздердің алдарыңызға келіп отырғанына өте қуаныштымын. Себебі сіздерге келешекте үлкен үміт артып отырмыз. Елді басатын, елді басқаратын сіздер тек қана өздеріңіздің еңбектеріңізбен, білімдеріңізбен осылай елімізді көбейтіп, кеңейтіп, оның қандай келешегі болатынын тек қана сізге байланысты болады. Сол себептен менің ойымша өзінің бір стратегиям бар да, соны дамытатын. Кәсіпкерлер көп болса, соған мен өте риза болатын едім. Себебі қазіргі таңда көптеген мемлекеттік чиновниктарды көбейіп жатыр. Көбісі кімнен сұрамасаң, қайда жұмыс істеген десе, акиматта, прокуратурада дейді. Оның артынан неге десем, ұялып, ешбір сөзді қозғалмайды. Тек қана адамдар, тек қана өздері емес, басқаларға, адамдарға да жұмыс көзін беріп, оларды енді жаңа жұмыс көздерін ашып, жаңа идеялармен, жаңа инновациялық идеялармен шығып, өзінің жаңа бір бизнестерін дамытуға әбден мүмкіндіктері бар. Бірақ та енді ең басты себебі, енді дұрыс айтатындай салтанат, еркек салтанат. Не істейміз, қалай мысалы өзіміздің ауылда отырған әке-шешеме қалай көмек берсем екен деген сұрақтармен жүрген көптеген жас өзіміздің бауырларымыз бен қарындастарымыз бар. Мен де сендер сияқты өзім студент болған кезінде ойлағам, қалай өмір сүремін, қалай жұмыс істеймін деген сияқты. Студент кезінде официантта болып жұмыс істедім, казинода дилерде болып істедім, сатушыда болып істедім. Әйтеуір ұяты жоқ. Енді әділетті шын еңбекпен ақша тапқан адамдар, бұның ешбір ұяты жоқ. Ал қазіргі кезеңде енді өз-өзімді таптым да, 19 жастан бірінші рет жұмысқа тұрдым, дамуға беріп, кәдімгідей жерден жүре алмай, адамдарды көрмей, өзімді бір элита ретінде санап, көкіректі көтерген соң, Алла Тағала өзінің бірінші сабағын берген маған 26 жасында. Ең бір жаман жерім бұл енді көкірек көтергендік болған. Адамгершілікті кішкене енді адамдарға көмек бересің ғой, бірақ та ішің кішкене қаралықпен өзімнің өмірін толығымен қарастырып, қандай минустарым болды, қандай кемшіліктерім бар болды, соның бәрін қайта қарастырып, ең негізгісі не болмаса да, қанша ақшаң болмаса да, қанша мысалы қолында билік болмаса да, адамға адам болу керек. Осыны болу керек. Мен өз үшін бұны 3А ережесі деп қойдым. Адамға адам болу керек. Қазір осы жерге сіздің алдарыңызда келіп отырған Аллаға мұңсыз енді онда бір рахмет, сансыз мадақ. Қазіргі енді өмірімнің бір период ретінде алсақ, бұл жаңа период, жаңа бизнестерді ашып жатырмыз, жаңа проектілерді ашып жатырмыз. Осы жерден қасында отырған өзімнің партнерларымыздың Куфо бизнес скул. Оның ең негізгі ашудың себебі болған бұл қазақи аудиторияға жақсы бір контент беру. Көтеру керек оны.
орыс тілінде көптеген литературалардың бәрі, мен мысалы қазақ мектебін бітірсем де, қазақ университетті қазақша бітірсем де орысша ойлаймын, себебі ең бастысы бізге литература жетіспеу бір қиыншылығы болды да. Себебі қазақша литератураны оқиын десең, бизнес саласына қарай оны таба алмайсың. Жоқ. Программа бойынша, жаңа жол бойынша біз ауылдарға барып, ауылдағы жас өспірімдерді, жас жігіттерді, қарындастарымызды бизнеске үйрету болып табылады. Біз құдай бұйыртса осы аптаның ішінде ауылға шығамыз. Ауылға аттанып, сол жерде жаңа қазақи бизнес идеологиясын әбден жүзеге асыруға дайынбыз. Сол себептен сіздер сияқты енді қазіргі оқып жатырсыздар. Өздеріңіздің білімдеріңіздің деңгейі жақсы, алдарыңыздағы мысалы өміріңізге деген көзқарастарыңызды бизнес жаққа бұрмаласаңыз, осы бизнеспен өзіңіздің мамандығыңмен, өзіңіздің біліміңізбен бұл сіздерге өте қомақты бір көмек болады. Білім деңгейін көтеру керек, өзінің гудвилін көтеру керек. Адамдарға деген енді мамандылық ретінде, шебер ретінде танылу керек. Сол кезде сіздерге мысалы жаңа жолдар ашылады. Менің өкінішке орай сіздерге қарағанда енді мамандығымды алған КАЗГУ емес, АТИСО болған, Академия труда-социальных отношений, Наурызбай Батыр мен Мәметов қиылысының көшесінде кішкентай ғана университет осы. Сіздердің библиотекаларыңызға сыйып кететіндей. Бірақ та мамандар өзімнің мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз осы КАЗГУ-дан болған. КАЗГУ-дан сол себептен біз жақсы маман болып өстік. Киевте оқыдым дедіңіз ғой, магистратура, иә? Соның қаншалықты пайдасы, әсері болды осы бизнесіңізге? Екінші, ақыл өзінің қаншаға бағаланып қайттыңыз, сіз өзіңізді қаншаға бағалайсыз? Жауап беруге әбден дайын, себебі мен MBA-ге түскенде ең бастысы өзімнің білімнің жеткіліксіздігінен көріп, енді осы маған деңгейімді өсіру үшін мен Киевке барып өзімнің енді магистратурасына түсіп, жауап беруге әбден дайын, себебі мен MBA-ге түскенде ең бастысы өзімнің білімнің жеткіліксіздігінен көріп, енді осы маған деңгейімді өсіру үшін мен Киевке барып өзімнің енді магистратурасына түсіп, өзінің мамандығына сай, өзінің деңгейіне сай сондай жұмыс істеген. Мысалы, Ереке деген Ерболат деген ағамыз болған, 56 жаста Карлсберг заводының техникалық директоры болып істеген. Қазір де сол Карлсбергтің техникалық директоры болып маман ретінде істейді. Ол тек қана бизнес процеске байланысты өзімді мысалы сынап, басқа жаңа деңгейге көшсем, осындай өзінің білімде көтеру деген мақсатпен мен Сколково қазір түсейін деп жатырмын. YouTube-дағы партнерген. Challenge Me деген акцияны мен бастадым ғой, Инстаграмда, желілерде көрсеттім, challengeme.kz деген сайтқа көрсеңіз, осындай өзіміздің қойылған мақсаттар ретінде бір мақсатым сол Тимур Юнусовпен, Тимотимен және Дмитрий Портнягинмен кездесу болған. Осы Дмитрий Портнягинмен біз Мәскеуде кездесіп, Трансформатор Қазақстан клубын ашамыз. Бұл біз үшін тағы да бір стратегиялық партнер ретінде Портнягинді табу. Бұл өзіміздің қасында жинап, олардың енді қазақи адамдардың, қазақи кәсіпкерлердің деңгейін көтеру. Адамның байлығы қазір мысалы өз-өзімді 10-20 миллиардқа бағаласам, келесі жылы мысалы ол 30 миллиард болады. Одан келесі жылы ол 40 миллиард болады шығар. Адамның құны оның гудвилмен бірге өседі. Сол себептен қазір нақты баға бере алмаймын. Жаңағы финансовый колледжде оқып, ол жерде қызылға бітіріп шыққанмын. Ол жерде содан кейін көптеген студент болған кезде де жанымда балалар болды. Солармен бірігіп біз корейстерден жаңағы көкөністерді әкеп қалаға шемішке әкеп сатып, бабушкаларға таратып, олардан ақшамызды жинап, өзіміздің киімімізді өзіміз алып, автоматтан жаңағы
ондай неме біздің бастан да өтті барлығымыздың. Енді сіздерге айтатыным, мынандай білім заманда қуғанда жаңа өздеріңіздің гудвилл деп айтты ғой, өздеріңіздің гудвиллдарыңызды өсіру үшін тоқтап қалмаңыздар. Білімді алып, ары қаратай кәсіпкер бола беріңіз, жаңа кәсіпке баулыңыздар өздеріңіз. Қаншама оның қалай білімге жаңағы баулып келе жатқанын, өзінің кәсіпке келген жолын барлықтарыңыз осы жерде тоже білесіздер. Және де біздің қатарымызда осы Казгуде қаншама білімге құмар, алдарына мақсат қойған, өздерінің болашағын айқын уже жоспарлап қойған азаматтар араларыңызда бар. Сол азаматтарды бізге қатарымызға қосу мақсатында осындай жаңағы шығып жатырмыз. Осы араларыңызда мысалы Раушан қарындасымыз бар. Ол бәрі білім арқылы, бизнесте білім алу арқылы. Соны айтқымыз келгенбіз. Жақсы достар, мен даусым естіп тұрмын. Мен өз қабырғамда жаңа айтып отырмын, Салтанат Казгуда оқыған еркек салтанат деп. Осы жігіт сұлтаны ана тілі ару деген бір байқау бар, білесіздер ғой да? Сол байқаудың ең алғашқы түлегімін десем болады. Сол кезде бір қызық жағдай болған. Ол кезде мықты бір режиссер болды бізде, Қалымжан деген ағай, білетіндеріңіз бар шығар мүмкін араларыңызда. Сол кезде бір жігіт бір қыз қылып шығарады. Сол кезде мен филология факультетіне шықтым. Сода сахнаға шыққан кезде осылай таныстырады. Осы көптеген мына Суд сарайда білесіздер, 1000 студент отыр. Сол образбен дайындалдық. Сенің де атың Салтанат, менің де атым Салтанат деп бір-бірімізді таныстыратын жеріміз бар. Сол бітіргенше сол сенің де атың Салтанат, менің де атым Салтанат деп кеткенбіз осы Казгуден. Бұдан айтайын дегенім, достар, Казгу ол Казгу. Жолындағы кәсіптегі инсайттарынан түйген дүниелеріне сіздердің деңгейіңізге сай келетін, сіздер түсінетін инсайттарды айтып отыр. Түсініп отырсыздар ма? Қайрат ағаның кейбір көптеген қазіргі алып жүрген, қазіргі ортасында, қазіргі достарынан алып жүрген, қазіргі өзінің деңгейіндегі үлкен білімдерді айтса, сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан Қайрат ағаның былай айтқан кезде қасындағы серіктестері біздің былай айтқанда менторымыз ретінде біздің және де Талғат ағаның жалпы айтқан дүниелері сіздерге бір табан жақын. Келсесіздер ғой? Сондықтан Қайрат ағаның әрбір айтқан сөзін жазып отырыңыздар. Менің сол жақ қанатында отырған Қараторының әдемісі Досан деген мырза отыр. Бұл кісі біздің мектепке, біздің командаға бір үлкен серпіліс былай айтқан кезде. Содан кейін сіздерге бір қуанышты жаңалығымыз бар. Бұйыртса оқудан қатар дамығыларыңыз келсе, жалпы білімдеріңізді тек қана бір сферада емес жан-жақты дамытқыларыңыз келсе, яғни сіздер болашақта бизнес бағытында білімдеріңіз жалғастырғылары келетін болса, әлемнің жетекші Гарвард бизнес скул, Стэнфорд бизнес скул, Женева бизнес скул сияқты бизнес мектептерінде өздеріңіздің білімдерін жалғастыруларыңыз әбден болады. Ол керемет оқу, керемет жаңағыдай Қайрат мырза айтпақ, керемет фаундейшн беретін, керемет іргелі білім беретін. Кім сол мамандықтармен түскісіге ары қарай жұмыс істегісі келеді? Сосын кім магистратураға түскісі келеді? Не үшін түскісі келетін адамдар білемін нақты? Осындай жиындар көп болушы еді. Біз танымайтын адамдар қайтайын. Сіздер біраз Қайрат мырзаны, Қайрат Құдайберген мырзаны танисыздар ғой. Яғни Кюфо бизнес скулда сыртынан көріп, танып біліп, қазірден біз осы айтқан кезде бизнес тренинг әлеміне, коучинг әлеміне кіріп жатып, сіздер біліп жатқан болсыздар, Енді бізде студент кезім есіме түсіп отыр. Мысалға бізді көптеп айтқан кезде күштеп кіргізіп жіберетін да осындай жиындарға. Айтқан кезде мен сіздерді қуантайын, ол қалыпты нәрсе. Содан кейін студенттік кезде ең маңызды алып кететін нәрсе, мен сіздерге айтайын да, ең маңызды алып кететін нәрсе не деп ойлайсыздар? Екі нәрсе маңызды алып кету керексіздер сіздер. Қандай нәрсе деп ойлайсыздар? Айтып көрейікші, білім, Содан кейін тәжірибе. Қызық шақтар өте керек. Сосын тағы да тәжірибе тамақ үшін. О, міне керемет. Өз-өзіңізді білім алдыру, өз-өзіңізді былай айтқан кезде тез бір нәрсеге үйретіп алу. Себебі қазіргі таңда, мысалға сіз мына университетке түстіңіздер ғой да?
мына университетке түскен кезде сіздердің сол университетте алатын білімдеріңіз уже ескіріп қалды. Варианттар. Тағы да. Керемет. Тағы да. Арман керемет. достар. Сосын өте негізі бәрілеріңіз дұрыс. Мен ойлаймын, ең тағы да бір маңызды екінші нәрсе ол критикалық ойлау. Critical thinking дейді ғой. Сындарлы ойлау қасиетін сіздер дамытып шығу керексіздер, өмір бойы оқи өткізеді. Бизнесте де қай мамандық болса да сындарлы ойлау. Сындарлы ойлау. Мына маған керек пе, керек емес пе? Сіздерге мысалға керек емес біліммен өміріңіз өтіп кетуі мүмкін. Жаңағы ресурсқа айналған байланысты, адам капиталына байланысты, адам капиталын қалай дамытамыз деген мәселеге байланысты. Сол кезде үлкен форум болған кезде айтылған барлық спикерлердің айтылған негізгі ойлары ол lifelong learning, яғни өмір бойы оқу, ол жай ғана сөз болудан қалды. Ол өзектілігі өте қатты артқан қазіргі кезеңдегі күн тәртібіндегі сөз. Осы мен сіздерге айтар негізгі месседждерім осы үш нәрсе. Назарларыңызға рахмет. Ошамызға болашақтың түлегі біздің осы КФО бизнес скулда тәлім беретін спикер. Содан кейін жаңағы Қайрекең жақсы айтып кетті. Бізде жетістік деген жоба бар. Ол жоба бойынша біз әр ауылға баратын болармыз. Ол жерде де осы қазақтың қарапайым жастары көп білімге құштар, не істеймін, бизнес істеймін, жаңағы көптеген бизнес мектептерді мысалы оқып жатыр. Атаң білімі жетеді, мысалы ақшасы да жетеді. Жақсы, достар. Студент кезінде Қайрат ағаның деңгейіндегі адамдар сол Қайрат ағаның инстаграмын алғаш студент болып жүрген кезде, жалпы бақылап жүрген кезде айтып жатқан дүниелер білетін сияқты ойлаймын да. Не үшін айтып жатыр, мен де білемін ғой деп. Көп адам сөйтіп ойлап отырады. Ал жасатып көрсек, білмейсің да. Бола ма? Сіздердің бастарыңызда болды ма сондай? Жағдайың белгілі болады дейді. 10-ға бөлген кезде қанша теңге шықса, сенің басыңдағы қаржылық термостат сондай деңгейде дейді. Мен 4-ші курс оқып жүргем сол кезде. Қанша болды деп ойлайсың? Ол кезде магистратура, стипендия 4-ші курс оқып жүрген кезде 25 мың болды ғой. Қазір қанша? 20? Айтпақшы, бабышка алған екен. 25 мыңда енді табысымыз қосымша тағы жұмыс істейсің деген секілді. Барлығын қосып көрген кезде, менің 10-ға бөлген кезде 27 мың теңге шықты. Менің басымдағы, миымдағы жарылыс сол кезде болды да. Бұрынғы араласып жүрген және достарың, аз табыстатын достарыңды лақтырып кету керек деген түсінік жоқ бұл жерде. Лақтырмау керек олар. Екі алған дүниемді сіздерге бөлісейін. Бірінші жағдай менде былай болды, достар. Ортаға байланысты. Сен кім болғың келеді, сондай ортаны ізде дейді. Егер де сен миллионер болғың келсе, миллионерлердің ортасына бар дейді. Одан кейін менде бір кәсіппен айналысып жүрген досым мынандай тест жасады, Салтанат дейді. Сен қазір күнде шай ішіп жүрген, күнде сонымен бірге араласып жүрген ең негізгі 10 досымның былай айтқан кезде сіздермен араласуға тырысыңыздар. Бұл өзімнің жеке бөлімімнен алған біріміз. Жақсы айттың ба? Барлықтарыңызға рахмет. Уақытыңызды бөліп, Доқсан аға, Талғат аға, Салтанат аға, Исмаил аға. Мен сұрағым Қайрат аға. Бірінші сұрағым, қазіргі жастар, мен өзім жаспын, 23-те. Мен қатындарының барлығы шетелге өте қатты ұмтылады. Ұмтылудың себебі әрине жақсы жағы бар, бірақ елімізге келер зияны қандай деп ойлайсыз? Себебі өзіміздің генофондымызды сақтап қоймасақ қазір бізге келешекте қиын болады. Сол себептен осындай жас дарынды мамандарды Қазақстан Республикасынан енді тауып, оларды мысалы кішкене алға тарту, ол біздің бір идеологиямыз ретінде қараймын мен. Себебі бұндай осындай мамандарды қазір жоғалтып алсақ, келешекте тек қана бізге емес, біздің балаларымызға, біздің немере шөберелерімізге де тиеді. Сол себептен осындай генофондты сақтап, оны көбейту бұл ең басты бір мақсат болу керек, біздің еліміздің мақсат болу керек. Көп жастар негізінде уақытын өте ысырап еткізеді. Инстаграмда болсын, басқа жерлерде болсын, өте көп. Енді мен клубтарды айтпай қояйын.
жалпы бұл ұлт тұрғыда қатты зиян тигізеді және бұдан құтылу сіздің ойыңызша қандай амал бар? Мысалы, енді әлеуметтік желіде отыра берсе адам, одан да пайда табу болады. Өзінің енді әлеуметтік желісін өзінің бизнесіне арнап, SMM жасап, мысалы, social media маркетинг бар, иә? Social media маркетингді дұрыстап енді пайдалана білсе, өзінің бизнесін дамыта алады. Осындай әлеуметтік желіде уақыт өткізу бұл пайдалы келеді. Екінші жақтан енді түнгі клуб, ресторан болсын, ол да адамның өзінің қалай ішкі тәліміне байланысты болады ғой, иә. Кейбір адамдар осылай демалам деп санайды. Біреу ішімдікке ұрынады, біреуі мысалы наша болсын, екіншісі кальян болсын, не темекі болсын, адамдардың өзіне байланысты болады. Оларды жақсы қылу тек қана өздеріне байланысты болады. Олардың ұяттығына, мысалы, енді оларды тәркілеу деген сияқты оларды жасартпайды, шыны керек, шын айту керек. Бұл қалайша, бұл біздің идеологиямыз болмаса да, адамдарды үйрету жақсылыққа тек қана оларға байланысты болады. Мен қанша адамдармен білемін, қанша адамдармен кездесем, оларға айтасың ғой, темекі шекпе, өзінің енді ішімдікке батпа деп, сенің қандай шаруаң бар деп сондай айтады да, құлақ асып, оны істейтін адамның бір 5-10% бар шығар, сол 5-10% мысалы алға тартады. Себебі адамның бизнеске айналысу, өзінің маман болуы тек қана өзіне байланысты болады. Жақсы боламын десең, алға тартасың. Ал басқаларға енді осылай 100 мың теңге, 150 мың теңгеге енді ағыста өмір сүрем де берсең, ол да өзіңе байланысты болады. Мен оны да жаман деп айта алмаймын, себебі адамның өзінің тәліміне қарай, өзінің енді қандай мақсаттарына қарай сондай жетістіктер жетеді. Мысалы, осы жерде адамдар қазір шығып жатыр, мен көріп жатырмын, олардың мақсаттары басқа шығар. Мен оларға келіп, айтқан өсиетін құлағына ілмей кете береді де, олардың енді өмірінің қандай болатынын өздері біледі. Ал мысалы, осы жерде айтылып отырған нәрселерге құлақ ассақ, мысалы, өзін бақуатты, бай қуатты дейді, біреу бақуатты дейді, осындай адамдардың ретіне тұрғың келсе, қолыңмен жұмыс істеп, басқа жаққа өзіңді бұрмалап, жаңа жолыңды табу, ол тек қана өзіңе байланысты болады. Бай адам боламын десең, өз-өзіңді алға тарту керексің. Ал жай өмір сүрем, енді жақсы, әділ еңбек етемін, бірақ та басқа салада десем, ол да жақсы, бірақ та ол да тек қана өзіңе байланысты болады. Мен ойымша, осы жерде Салтанаттың айтқаны, Досжан ағаның айтқаны, мысалы, Тәкеңнің айтқаны, Исмайылдың айтып отырған, ол бәрі дұрыс. Себебі менің бай болуға енді бір себепкер болған, осындай бай адамдармен жүздесіп, олармен сөйлесіп, оларға қандай көмек бере аламын деген сияқты, қандай бір пайдаланымды өзін тигізіп, солардың арасында болу ең негізгі мақсатым болған. Сол себептен менің ойымша мен бай болдым. Адамның енді ішкі дүниесі. Мен көптеген адамдарды білемін де, байда, бірақ та іші шіреген адамдар. Ойы тек қана мысалы көбірек ақша тауып, бірақ та ол ақша табудың көзі қандай болғанын енді мен айтпай қойайын. Енді әділсіз, парамен, ондай өмір сүретін адамдардың қандай болғанын, осындай бір адамның 2 баласы қайтыс болды. 2 жылдың ішінде. 3 жылдың ішінде ол адам 10 жасқа кәртейді. Ақша да оған көмек болған жоқ, оның билікте отырған лауазымда оған көмек болған жоқ. Сол себептен ең біріншіден ақша тапқан кезде өз-өзінің енді қалай ішіндегі иманыңды сақтап қалу. $1 миллион деген ол егерден қазіргі күнде айлық 150 мың теңге да, орташа айлық. Ең күшті айлықтардың бірі 400 мың десе, о деп қараймыз. Егерден сіз 65 жыл өмір сүріп 400 мың теңге айлық алсаңыз, сонда ғана $1 миллион табасыз да, ол не деген сұмдық ол. Сондықтан мәселе ода емес. Мәселе
сыйластықта иә. Жоқ, мәселе Стив Джобс, получается, Стив Джобстың ондай дәрежеге жетуі ол миллионға деген ұмтылысында емес болды ғой. Оның жеті ішіндегі ынтасы да, яғни жасаған затын идеалды түрде жасау. Ол былай айтқанда жаңа тренд алып келді. Сондай бір ынта, ықылас біз қайдан ала аламыз? Миллион табуға ұмтылды. Ол бір. Стив Джобстың автобиографиясын оқысаңыз, иә, бұл адам ең бірінші бұл маркетингпен айналысқан адам. Ол мысалы Стив Возниктің қасындағы жасқан, енді бірге жұмыс істеген инженермен бірге бірігіп, осындай кішкентай гараждың ішінде жұмыс істеп, оның қалай сату керек екенін менің ойымша, енді Стив Джобстың дарыны ол инженерлік дарын емес, ал қалай дұрыстап оны упаковкаға салып, маркетинг саласын қалай меңгергені және адамдармен нетворкинг деген сияқты. Нетворкинг бұл адамдардың қарым-қатынасын қалай істеуге, сол қарым-қатынасты қалай монетизациялау болды. Қандай олай енді осы шабытты табу деген сұрақ қойып отырсыз ғой, қалай шабытты табу? Бұл шабытты табу үшін ең біріншіден өздеріңіздің алдыңызға қоятын мақсатыңызға сай болады. Қандай мақсат? 97% адам дүние жүзінде өзінің алдына мақсат қоймайды. Нақты мақсат қоймайды. Мысалы, мен айтам бәріне, қалай бір қанша адамдармен кездеспесем де, сол мақсатты қойған сәттен бастап сіздер дүниежүзіндегі тек қана 3% адамның санына енесіздер. Сол нақты 3% тек қана бай қуатты адамдардың санына кіреді болашақта. Жоспарлаңыздар өміріңізді, сол жоспарлаған мезеттен бастап өзіңіздің шабытыңызды табасыз. Кешірім сұрайын, басқа да сұрақтар бар шығар? Білім деген наука саласында. Яғни елімізді біз тек кәсіп қана емес, шынайы наукамен көтере аламыз деп ойлаймын. Сондықтан сіз не кеңес бересіз? Бұндай уақытта енді өзіңіздің жаңа бір жолыңызды таба білсеңіз, енді шабыттанып, мысалы бір жаңа технологияны пайдалана білсеңіз, қазір маған бір жақсы бір стартап келіп отыр да, біз оны глюкомет деп атадық. Бұл диабетпен ауыратын адамдарға, диабет ауруына шалдыққан адамдарға көмектесетін сағат. Ол сағат мысалы адамның қанттық болюсын көрсетеді. Қантпен ауырған адамдар, мысалы, олар инсулинді уақытында алмаса, комаға түсу әбден мүмкін. Осындай ауруға шалдыққан адамдардың қанында қанша қант бар екенін көрсететін сағатты біз қазір ойлап таптық. Оны біз ICO-ға шығарайық деп отырмыз. ICO деген Initial Coin Offering, дүние жүзіндегі токендер алмастыру ретінде адамдарға осы идеяны сату. Досым барда сол кеңес Райкиш өзінің Фири деген стартапын шығарды да ICO-ға $159 миллион жинап алды. Осындай бір идеяңыз болса, жақсы идеяңыз болса, оны жүзеге асыратын күшіңіз болса, инвесторлар табылады. Сол сізге шабыт. Инстаграмды ашсаңыз, Фейсбукты ашсаңыз, бәрі сондай жаңашылдығы. Менің ойымша, адамдарды керісінше мотивациялау, бұл ең басты менің идеологиям болған. Осындай адамдардың енді конверсиясы көбейіп, қазір мен парақшамда 150 мыңнан астам адам бар. Біз осындай мастер-класста ең бірінші рет Қайрекеңді ұмытпасам салтанат бардық қой біз. Ана сіз немеде бердіңіз, как раз о кезде басқа спикерлер отырды. Сол кезде көрдік, ашық жарқын сөзінен шығатын адам екенін көрдік сол кезде. Сол кезде көрдік де, осы кісімен жұмыс істейміз деп мақсат алдымызға қойып кеттік. Басқа да мысалы о жерде айтып тұрмыз ғой, спикерлер болды. Қайрат Құдайберген ашық, сөзінің бәрі және айтып отты ғой, уже өмірді көрген, және де сөзімен ісі бір жерден шығатын адам болғаннан кейін алдымызға мақсат қойғанбыз. Соны оқыдық, айтқан кітаптарын бәрін біз өзіміздің бастан әлі де оқып жүрміз, мысалы солардың бәрін мақсат қойдық, мақсатқа жеттік Аллаға. Енді Қайрекеңмен біздің ментор Q4 бизнес мектебінің болашақта
вообще үлкен жобаларды мақсат қылып қойып отырмыз алдымызға. Оның бәрінен сіздер бар, біздер бар, бірге істейміз деген ойдамыз, Алла қаласа. Жаңа бір проект дайындап жатырмыз. Осы челленджден кейін. Рахмет. Құрметті қазылықтар, құрметті қонақтар, менің қоятын сұрағым, ең алдымен сізге бүгінгі денсаулығыңыз болмай тұрса да осы жерге келіп, студенттердің алдына шығып, сұрақтарына жауап бергеніңіз үшін өзімнің алғысымды білдіремін. Ең бірінші сұрағым, сіздің 9-10 пунктіңізде, челлендж миде, соны қалай орындау жоспарыңызда бар? Құпия болмаса айта аласыз ба? Айта алмаймын, себебі бұл құпия. Бірақ та енді консулмен сөйлесем, кездесем деп ойлаймын. Менің осы 10 пунктым сізге ұқсас. Менің 10 пунктым кездесетін адам ол сізсіз, да? Енді ол кездескенде былай отырып кездесуге келіп отыру емес, нақты өзінің қоятын сұрақтарым бар. Сонда жастарға сіздерге мысалы сізбен қалай жолығуға болады? Мен ол жобам өзіме инвестиция құю, немесе өзінің проектін дамыту емес, ол қазудың 2000 жасына бір қуаныш сыйлайтын жоба болып саналады. Және енді шыны керек, әр адам жүрген жерін дамыту керек қой. Мен сол жобаны мысалы сізге қалай ұсынсам болады, сіз қолдасаңыз, соны бірге өткізсек қазу жастар үшін деген. Мына жерге жақсы, осындай сізге мыңда бір рахмет. Осындай белсенді адамдардың бар екенін, осындай кездесуді пайдалана біліп, жобаңызды презентация ретінде маған көрсетіп отырғаныңызға мыңда рахмет. Осындай адамдар алға тартады. Қол шапалақ. Өзіңіздің жобаңызды тәкеңе көрсетіңіз, біз оны талқылап, бірге бір жағынан бас болып, осы жобаны жүзеге асыруға әбден дайынбыз, Сол кезде сіз айтқаннан бері ойында тұрды әлі, сіздің банкрот болдым дедіңіз ғой 25 жасыңызда. Сіз содан қалай шықтыңыз, сізге одан шығуға не итермеледі деген? Ең негізгі итермелеген нәрсе бұл үйімдегі азық-түлік біткен соң, мысалы мен ойладымда, мен былай оны айта беремін да, ана компьютерлік ойын бар ғой, дода деген ше. Сол банкрот болған соң, больницадан шыққан соң, бір айдың ішінде, бір ай мен дода ойнадым. Үйден шықпай вообще. Тамақ ішем, болды, ойнаймын, тамақ ішем, ойнаймын. Себебі ойнап жатқан кезде ше, өз-өзімді кішкене ұмытып, басындағы не істеймін деген сияқты сұрақтарға жауап іздегенмін. Сол кезеңнен бастап, азық біткен соң, ақша біткен соң, мен тұрдымдай, кеңкелес болмай, өз-өзімді көтерді, алға тарт деп, өз-өзімді итермелеп, жаңа жұмысқа шықтым. Сол болған. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Сіздердің бүгін осындай қара шаңыраққа келіп, осындай жақсы шара ұйымдастырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет деймін. Менің қойайын деген сұрағым, қазіргі кезде жалпы жастардың арасында болсын, қоғамда болсын, болып жатқан ең өзекті мәселелердің бірі, кез келген жастың оқуды бітіргеннен кейін өзінің күшімен емес, аға көкенің арқасында көтерілуі. Бұған қалай қарайсыз? Бұл адам сол жастардың өзіне қойған мақсаттарына сенімсіздігі ма, жоқ әлде дайнасқа тыққа үйренгендігі ма? Өте актуалды, трендтағы сұрақ. Екеуі де берілген жауабымыз сұрағымызда жауап болды ғой. Екеуі де оған итермелейтін нәрсе, адамдардың біріншіден сенімсіздігі, екіншіден осындай енді болып жатқан мүмкіншілік неге пайдаланбасқа деген сияқты ғой сұрақ. Адамның енді өз-өзіне байланысты, ішкі тәніне байланысты, оның тағда берілген оған әке-шешесінің қасындағы адамдардың берілген бір воспитаниясы дейді ғой, тәрбиесі, сол тәрбиесіне байланысты болады. Адам, менің арамда көптеген енді бай адамдар бар да, бірақ та олардың балалары жаңа трендке еніп жатыр. Өз-өзінің мысалы әкесінің көмегінсіз жаңа жұмысты тауып, оларды жұмыс істеу, оларға бір жаңа трендке, жақсы трендке айналған. Мысалы, Дінмұхамед Идрисовтың Ордабасы корпорациясының бастығы
басшысы, бас қалаушысы, 25 мың адам жұмыс істеп жатыр оның қол астында. Бірақ та баласы өз еңбегімен университетті бітіріп, қазір Deloitte компаниясында жай бір специалист ретінде жұмыс істеп жатыр. Трендке айналған бай адам болсын, енді орташа өмір сүретін адамдар болсын, осындай жаңа трендтер пайдаланып отыр. Ондай адамдар артқа, мысалы өз-өзін артқа тартпай, алға өзінің жаңа жолдарын ашып, өзінің самореализация дейді ғой, самореализациясын пайдаланып, өзінің күшін, мысалы өзінің бизнесі күшті болса, ертең бизнесі банкрот болып ұшырауға да әбден осындай жағдайлар көптеп көрген. Осындай жағдайға түскен ағалар болғанда, осындай специалисттер ағалармен бірге келдік. Көбісі нашақор болып, немесе ішімдікке құмар болып, өз-өзін жоғалтып алған адамдарды талай көрдік. Сол себептен тек қана өз басыңызға, өз біліміңізге, мына жерде енді менің партнер ретінде КУФО бизнес школының қалаушыларына үлкен рахмет, себебі олар осы кездесудің себепкері болған сіздер. Сіздерге рахмет. Осындай жастармен кездесіп, бір диалог ретінде сөйлесіп, олардың қандай сұрақтарына бар екенін мен көріп, келешекте осындай азаматтар ел тірек ретінде болса, бұл нұр үстіне нұр болады. Себебі мен енді желіде сіздерге арнап объявление бердік қой, сол объявлениені пайдаланып келіп отырған адамдар бұл енді өз-өзін алға тартатын адамдар деп санаймын. Себебі қандай кішкентай болса да бір мүмкіндік болса, өздеріңізді жақсартатын мүмкіншілік болса, оны пайдаланыңыздар. Қалмаңыздар. Тегін болса, одан да ары. Мысалы, ақысын төлеп біз қанша адамдардың артынан жүгірдік, ал қазір осындай мүмкіншіліктер туындап жатыр. Сол мүмкіншіліктерді сіз өткізіп алмаңыздар. Ата-аналарыңызды сыйлаңыздар. Сіз белгілі бір жетістікке жеттіңіз, ол әлі де алғашқы сатылар, мен сенемін оған, барлығы сенеді. Ал енді менде мынандай сұрақ, сіз бақыттысыз ба? Және де мынандай, егер де сіз, я уверена, что вы ответите, что вы, да, счастливый человек. Но как вы думаете, счастье в деньгах? Однозначно, счастье не в деньгах и даже не в их количестве. Для того, чтобы быть счастливым, самое главное, чтобы были те люди, которые находятся рядом с вами и честны с вами. Я могу прожить спокойно и на зарплату 500 тысяч тенге, и на 400, и на 350 тысяч тенге. Но это все будет зависеть от того, насколько моя потребность, она велика или нет. Самое большое счастье – это ваша семья. Жанұяңыз қасында болса, адамдарыңыз, сенетін адамдарыңыз, ата-аналарыңыз, мысалы, денсаулықтарың құтты болса, өзіңіздің денсаулығыңыз құтты болса, әрдайым, мысалы, өзіңіздің жолыңызды таба аласыздар. Ең бақыт сол жақындарыңыз. Рахмет. Достар, рахмет. Тәкең бұл жерде КУФО бизнес скулдың ұстаздары қалады сіздермен тағы да бір 10 минутқа. Ал енді келешекте әбден кездесуге сіздермен дайынмын, себебі алға тартатын адамдармен көп жүздессем, оларды енді бір жақсы нақты бір жақсы жолға жіберіп, олардың тұсауын кессем, мен үшін ең бір бақыт. Рахмет. Бұл ақырғы кездесу емес, бұл басы деп ойлаңыздар. Алла қаласа, Қайрат Құдайберген мырза. Осында алғашқы жобаларымды осы Қызыл залда қорғадым. Қызыл залда өзімнің IT проектілерімді қорғау арқылы, осы білесіздер, мехматта оқитындар. Мына жерде мехматта оқитындар қол көтерсе. Біраз бар екен. Филфактар. Осында мехматта оқып, екінші курс кезімізде осы Қызыл залда алгоритм бизнес инкубаторынан офис беретін болып, барлығымызды шақырды. Кімде өзінің жобалары бар, солар барлығы өзінің жобасын қорғады. Сол жерде үздіктердің бірі болып, осы алгоритм бизнес инкубаторында алғашқы бизнестегі қадамдарымызды бастадық. Осындай кездесулер болып тұрады, білесіздер ғой. Ол жерде көбінесе бізде мехмат болғандықтан ғылыми проектілер қорғалып жатады. Жаңа бізде Досан мырза айтып өткендей, негізі ғылымнан біздегі
бірге оқыған жолдастарымның барлығы безет, оның ішінде мен де болдым. Ғылымнан өзім қатты қаштым. Кішкентай кезімнен бастап математиканы өте жақсы оқыдым, және өзімді келешек математик ретінде елестеттім, үлкен математик ретінде. Содан осы мехматты таңдап, негізі өз қалауымен түскен адамдардың бірі мен болдым. Осы мехматтың ішінде осы информационный система мамандығында оқып бітірдім. Біздің мамандықтар көп екен, бірақ қазір көбісін танымай отырмын, кіші курстар ғой деймін. Маркетингті үйрену керек. Мысалы, дүние жүзінде жер бетінде ешқандай да мамандық қалмаса, мен маркетингті үйретер едім дейді бағасына. Сондықтан өздеріңізде қандай да бір жоба болмасын, сол жобаны жүзеге асырып, нарыққа дұрыс ұсыну үшін сіздерде барлықтарыңызда маркетингтік білім өте маңызды рөл атқарады. Сондықтан ең бастысы өздеріңіздің жобаларыңызды сата біліңіздер, қорғай біліңіздер. Бизнес, QFO Business School, бұл біздің бизнесіміз. Және де айтқым келіп тұрғанда, менің бизнесім бар, тағы да IT жобалар жасайтын, және де сайт жасаумен, маркетингпен айналысамыз, интернет маркетингпен. Бірақ менің бір байқағаным осы QFO Business School'да жүріп. Біз QFO Business School'ды дамыту арқылы біраз адамдарға көмектесеміз. Сонда кеше үйде отырып ойланып, осы QFO Business School'дың дамуы ол бүкіл Қазақстанның дамуы деп шешім қабылдадым. Неге? Өйткені QFO Business School барлық адамдардың жаңа өздеріңізде қаншама инсайттар алдыңыздар өздеріңізге, дамуларыңызға. Сондай инсайттарды беріп, халықтың көзін ашу. Осыдан 100 жыл бұрын өмір сүріп кеткен біздің алаш қайраткерлерінің ізін жалғастыру, байқап тұрсаңыздар. Қазіргі таңда барлық жұлдыздар да, барлық ғалымдар да, біздің баяғы зиялы қауымдарымыздың барлығы осы негізімен бизнесмендермен байланыстырады. Сондықтан барлықтарыңыз бизнесті меңгеріңіздер, өздеріңіздің идеяларыңызды дұрыс сатуды, дұрыс қораптауды үйреніңіздер. Рахмет. Көрменде осал хат деген нәрсені білесіздер ғой? Білесіздер ғой? Тура соны біз өзіміздің QFO Business School'да енгізбекшіміз. Яғни сіздер мотивациялық хат жазсаңыздар біздің атымызға, яғни Қайрат Құдайберген атына, біздің ат QFO Business School'дың атына мотивациялық хат жазсаңыздар, сол кезде сіздердің араларыңыздан ең мықты мотивациялық хатты не үшін жазылады? Мотивациялық хатты, мысалға, ол негізгі критерий болып саналады. Бізде мысалы 2 recommendation letter алдырады, 2 жаңағы ұсыныс хат. Мысалға, шын мәнінде мынау әлемді кімдер өзгертеді, кімдер мүмкіндіктерге, зор мүмкіндіктерге ие болады, олар проактивті адамдар. Яғни мүмкіндік шықты бірден бас салатын адамдар. Мүмкіндік шықты ма, бассаңыздар. Тағы да мықты осы инсайт мүмкіндік шықты ма, бассаңыздар. Сол сияқты мынау Geneva Business School'да 20 000 доллар грант ұтып алған кезде мен мүмкіндік шықты, соны бас салды. Соның арқасында. Ана не құрдым көп. Айтады ғой, give a shot дейді ғой. Жолдарын бұл айтқан бизнес кейстер арқылы үйрететін боламыз. 4-ші аптада біз инвестиция тарту үйретеміз. Инвесторды қайдан іздеу керек? Инвесторге қалай дайындалып бару керек? Инвесторге хатты қалай жолдаймыз? Инвесторге алдын ала скриптті қалай дайындаймыз? Қанша слайд дайындау керек? Конкурстың шарты осындай. Қазір сіздерге уақыт берейік. Тура осылай қолдарыңызға таратып берген буклетпен былай айтқан кезде селфиға түсесіздер. Сол селфидің астына Қайрат Құдайберген мырзамен біздің бизнес мектептің Instagram парақшасына жазбасыздар. Миллионер болу үшін ортаға түсіңдер деп. Біз сіздерге орта сыйлаймыз. Курсты бітіргеннен кейін біздің курсты бітірген кәсіпкерлердің және де кәсіпкер болғысы келіп жүрген адамдардың ортасына түсесіздер. QFO бизнес мектебі басқа бизнес мектептерден несімен ерекшеленеді, жаңағы еркіндіктен басқа. Одан кейін екінші сұрағым, қазір шетелдерімізге курстар келіп жатыр, сол бизнес туралы. Мысалға жақында Аяз Шабудиновтың курсы келеді. Сіздер соның көлеңкесінде қалып кетпейсіздер ма? QFO бизнес мектебі ерекшеленетіні бізде өзіміз басқа мектептердің барлығын өттік, өмірлік тәжірибеміз бар. Және де сол мектептерден өткен жаңағы қалай айтса қателіктер десек те болады. Теория мен практикадан ұштасқан мектебімізде осы программамызды ойлап таптық. Ол жерде қалай? Сіздер 50% теория алатын болсаңыздар, таңертеңнен обедке шейін бізде теория болады да, сіз бір нақты идеямен келдіңіз бізге, например, дұрыс па? Сол кезде сізге теория 9, 8, 7, 6, 5,
Кім? Соғыз. Мен ниет еттім, что осы жерден берем деп. Кімдерге қыздарға берем деп ойладым. Жоқ, қыздар дегенде, қыздардың ішінде Жарайды, тізген өзінде. енді менікі ғой. Жаңа бар ғой, біздің бірінші ағымның студенті ғой, өз идеясы болған, соны упаковкіледі, жеткенше Қайрекеңе презентовать етіп тастады соны. Сол идеясын презентовать етіп, соған инвестор тарту мақсатында уже Қайрекен ол туралы білет, біздің студент екенін білет. Алла қаласа, жақын арада бұл кісіде үлкен кәсіпкер болып шығу мүмкіндігі бар, Алла қаласа. Сондықтан бұл кісінің қолынан алған эстафета жақсы болып кетеді деп ойлаймыз. Бір оқиғада байдың патшаның баласы не істейді жаңағы? Сынақ береді, қолдарына бір алтын береді, теңізге лақтырыңдар дейді ғой. Сол кезде біреуі жаңағы алтын болғаннан кейін мынау жарым ба лақтырмайды да, біреуі ойланып тұрып лақтырады, біреуі ойланбастан лақтырады ғой. Бұл жерде мектепте айтқан нәрсені істеу керек ең бірінші. Сол нәрсені сынау үшін ғой. Маған тұрмысқа шық деп жатқан жоқпын. Қалжың, бірақ бұл жерде хикмет бар. Маған мына жерде енді кішкентай көре алмай отырмын. Так бір орындарынан тұрып, бір поэзия етсе. Мұқағали Мақатаев күндестік құрысын дейді. Қандай рахат жүрейік достар күндестік. Ренжу деген білместік. Бауырларым ау, бәріміз қиын күн кештік, арамызға біздің қай жақтан келді күндестік. Жүруші едік қой, мұңымыз бірге, армандап жүріп келдік қой осы орманға. Тоқпай Исабеков, өзімнің туып өскен жерім Жазиралы Жаркентің тума ақыны, ана тілі мерекесіне арнау. Барады күндер шіркін арайлана, сөйлеген ана тілін талайдана. Қағашу көрген тілім бағаланды, мен бұған қуанбаймын қалай ғана. Бағалан ұрпағыңмен түнім удай, тіл тойын көрмемедік бұрын мұндай. Келдік біз бойымыздан аластатып, қырқылған қарындастың бұрымындай. Ұмытып ана тілін намыс қылған, көп жылдар қайран дәстүр алыс қалған. Көзі ашық қазағымның ұл қыздары сөйлеуге ана тілін намыс қылған. Бұл күнде қайта ашылып көздеріміз. Қазақ болып туғаныма мақтанам, салт дәстүрін, тілін дінін сақтаған, ата салтын серік қылған халқымыз асығу мен абдырау да жатмаған. Мен қазақпын, дархан дала иесі, мәлім бізге туған жердің киесі, кең жайлауда мыңғыратып мал жайған, бізге берген бабалардың сыйосы, ер қазақтың жалындаған жастары, өр мінезді бейнетаудың асқары, болашаққа бағытталған халқымның нұрлы жолы алға қарай бастады. Париза жан, Париза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз, шыдай ақыр жалғарымыз, бірімізден біріміз арлармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе, жаралмаған жан екем күресуге, жылай жүріп өтірік күлесің де, жүресің де, қоясың жүресің де. Бір еттеріп кеудеңнен бір шалып, тастағысы келеді күресің де. Париза жан, сенсің білесің. Хочу прочесть стихотворение великого поэта Сергея Есенина «Ты меня не любишь, не жалеешь». Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Знаю я, прошли они. Негізі менің қолымда егер 4 грант, 5 грант болса, барлығына берілемін деп айтар едім. Біріншіден бұны не себептен жасап жатырмын? Себебі жаңағы бір нәрсеге жету үшін бір еңбек етсін және ол есінде қалсын деп жатырмын да бұл сәт. Және де сіздерге бір керемет көңіл күй болсын деп
поэзия кешін ұйымдастырып жүріп жатырмын. Сіздердің құрметтеріңізге. Жаңағы негізі барлығына бере аламын. Біріншіден жаңағы ақын қызға да беруге болады. Бір жағынан ойласам өзінің өнімі, өзінің болашақтағы еңбектерін жаңағы өзінің осы кәсіп арқылы істесе деген. Немесе жаңағы қай-қайсысы да байқанда өте поэзияны жетік біліп тұр және өзін дамытып жүргенмен сол бір жағынан сынағым келді. Ал жаңағы ең соңғысы өзінің мақсаты идеясын упаковка жасаған екен. Ең соңғы қыздың есімі құтты болсын, үмітті ақпайтын жолдай. Қазір қандай бір жаңалығымыз бар достар. Келіңіз, Рамина, қолыңызды алып, біздің онда сертификат жоқ қасымызда. Бірақ міне Алла бұйыртса, Раминаның осы Алла қаласа курс басталғаннан кейін өсетін қадамын бірге бақылайтын боламыз, сіздер және біз. Жарай ма? Оны ошақта содан кейін Алла қаласа осы балда қандай жетістікке жетті бөлісетін боламыз, міндетті түрде. Біз өзіміздің мойнымызға осындай жауапкершілікті аламыз Алла. Өзі жеңіл шығып шығып кетпесе ол, атак біз осы Рамина қарындасымыз жеткізуге жауапкершілік аламыз. мынадай бір идея келді, Талғат аға. Жаңа қарындастарымыз да тырысып жатыр ғой. Бізге мынадай ой келді. Алла бұйыртса, сіздерге бір мүмкіндік берейік. Біздің әр сәрсенбі күні болатын бизнес клубтың жиналысына келіңіздер. Сол жерде сіздермен проектілеріңізді талқылайық. Егер де ол жерде өздеріңіз дәлелдесеңіздер, біз ары қарай тағы да сіздерге грант беруге дайынбыз. Сол үшін келіп, қазір бізге номерларыңызды беріп, бізге тіркеліп алыңыздар. Жаңа шыққан 4 қарындасымыз. Қолдарыңызды көтеріңіздерші. Содан кейін, ортада мына бізде көмекші болып келіп жүрген қарындасымыз сөз алғысы келіп тұр. Рұқсат етсеңіздер. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Дана. Осы университеттің 1-ші курс студентімін, механика математика факультетінің. Сіздерге айтарым, мен де сіздер сияқты жаспын. Оған қоса мен де өзімнің кәсібім бар. Әрине, Салтанат аға оған дәлел, білесіз. Сол айтатын себебім, сіздер сабақ бар, және де қалай үлгерем, қалай мақсатыма жетем деген ойлар неше түрлі туындайды. Соған айтарым, еш нәрседен қорықпаңыздар. Параллельно оны алып кетуге болады. Және ең алдымен көмек беретін әрине ол осы ағайлар, олар сіздің не только осы бизнес жобасындағы ұстаздарыңыз болады, оған қоса өмір жолда ұстаздарыңыз болады. Если қалай бастаймын деген сұрақтар туындап жатса, мен арқылы сұрақтарыңызға жауап беруге мен дайынмын. Миллион теңгеге кіріп, содан өзі шықты, представляете? Өзі шықты, қазір миллионға тауып. Жақсы, Исмайыл мырзаға сөз берейін, тағы да біздің бір жақсы сіздерге платформамыз бар, соны таныстырсын. Рахмет сәке. Бізде енді қазір жаңа ұтқан Рамина қарындасымызды құттықтаймын, ең алдымен. Және де сіздерде құр қалдық деп ойламаңыздар. Біз өзіміздің жақсы инсайттарымыздың барлығын осы... Кімде телеграм бар? Менде. Ол тамаша, біразымызде бар екен. Телеграмға қазір кірейік, барлығымыз телеграмға кіріп, осы іздеу орнына осыны басыңыздар, осымен іздеңіздер. Баннерлері осы біздің телеграм каналдың ішінде жарияланатын болады. Рахмет. Жақында ғана біз аударып жатқан бизнес с нуля деген кітап деген ол сатылымға шығады негізі. Сол осы ботта Алла бұйыртса тегін осы боттағы адамдарға таратамыз.